Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Өтіп кеткен жаңа жылдарыңызбен. Достар, сіздерге бүгін контент болсын деп, ауылда бос жүрмейік деп ауылға келдік. Және де екі көлікті салыстырайық дедік. Ресей көлігі Нива мен және де жапондық көлік Mitsubishi Pajero. По идее, менің идеям былай болған. Ешқандай обзор болмайды екі көлікке. Просто біз трос алдық. Бір трос бычып кетті, өзі историямен келдік мына кездің өзіне ше. Екінші трос алдық, трос бірақ темір трос, сол қысқа болып қалды. Үшіншіден Нивада артта трос тіркейтін жер жоқ. Ниваның хозяйны отыр, ол білмейді вообще біздің не үшін келгенімізді. Жүр, Ниваның артын көрсетейікші. Pajero бар трос тартатын жер. Көріп тұрғаныңыздар, Ниваның артында ешқандай трос тіркейтін жер жоқ, сондықтан да бұл атымен болды. Қазір айтатын болсақ, Pajero 2.5 қозғалтқышымен турбо дизель. Бұл жерде 1.7 87 аттың күші бар. Pajero қанша аттың күші бар екен білмедім пока что. Сондықтан да комментарияға жазып кетіңіздер, білсеңіздер. Қазір бұл Pajero данный момент алдыз жасамай тұр, тек қана задний привод болып тұр. Алдын не әрсес кетті дедің? Алдын почивный кетіп қалды дейді. Нивада толық жетек. По идее, екеуін тартыстырамыз деп келгеніміз ғой. Кім алып кетеді екен все-таки деп. Хотя бы задний привод болса, но полный привод қосып, бірдалты болса да көрейік дегенбіз мына жерден. Осы жерден біріншіден оппы болды, екіншіден нормальный жер жоқ, бізде тазаланбаған бәрі. Сондықтан да қазір әшейін оффроуд ретінде көрейік, задний привод Pajero қалай жүреді, және де толық жетекпен мына Нива қалай жүреді. Мәуір сөздің бәрі кетіп отыр, беттен қалды ғой. Сондықтан да көрейік қазір полный приводтарын қалай жұмыс істейтін. Мен Ниваға отырғым келіп тұрған жоқ, өзінің хозяйны отырсын. Pajero отырып көреміз қазір, если что. Сонымен достар, так, мына жақта жол жоқ екен. Тартысатын жақта. Енді қазір осыған мына Нива жол салсын. Ал осы Нива жол салсын, көрейік ал. Оффроуд. Есіме ғашық болды. Pajero түсінуге болады. Арты ғана жұмыс істейді, алды істемейді. Ой, давай. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Ой, давай, Pajero, давай. Yo, his palms are sweaty, these weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't. Бізге салдық қой. Pajero почти Ниваның артымен шықты деп есептелсе, енді қазір бұл кезекте Pajero алға шығады. Сондықтан да мына ізге салмайды Pajero. Мына турбадан бастап келеді, мына оңға қарай сол ізбен емес, аяқпен ғана кетеді. До конца сол қара жерге дейін барады. Содан кейін Нива Pajero артынан кетеді, бірақ мен Нивадағы жігітке айттым, мына екі ортаға тура осылай жүрмейсің. Pajero артынан былай каля жасайсың, короче, осының екі ортасымен жүресің дедім. Короче, мынаның ізімен емес. Өйткені ар жаққа тағы шығып кетсе, ол болмайды. Дұрыс жол жоқ, түсіп кетеді. Сондықтан да Нива. Өйткені бұл жерде жазда жүріп білеміз. Қаншалықты артқы жетек достар, тағы айтып айтам, артқы жетек қана алдыңғы жетек. Pajero кетті. Оңға, Тимош, оңға, красавчик, давай. Өт. Ай, артқа. Көмекке Ниваны шақырайық, Нива тартып алсын артқа. Нива келе ғой. Тракторды әттен алдымен жетектейміз. Көмекке Нива келе жатыр. Нива жүремеген көрейік Ниваны. Бұл да бірақ толық жетек жүруге міндетті. Ана мен айтқандай
Тоқта. Енді ананы шығару керек бізге. Так, сонымен достар, Паджеро қойдық құрсын дейді. Потому что артқы жетек жүрмейді. Қазір Ниваны қинайтын боламыз. Шамалы қараңғы болып кетті дала. Сонымен достар, бүгінгі өмірімдегі деп қойын, оффроуд, бірінші рет оффроуд. Бірінші рет болғанда, бірінші рет, бірақ дастермен істеген бір рет. Осы тур осы жерде 2 жыл бұрын ба. В общем, нормальный оффроуд қыламыз, Алла қаласа алдағы уақытта. Просто жай-жай өйткені мына машинада артқы жетек, толық жетек жоқ. Егер Нива бір жерге тұрқаса, онда шығару бізге проблема болады. Сондықтан да жай-жай оппағарлармен жүргізіп көрдік. Оппа оған нормально қаттылау бар. Сонымен достар, осымен бүгінгі біздің оффроуд аяқталды. Міндетті түрде арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта бұйыртса әлде талай қызықты видеолар шығады. Осы жерде тұрған менен басқасына, осы жердегі 4 жігіт жүр менен басқа. Осыларға от души рахмет. Дала қазір минус 25-21 градус смело бар. Аяз, көріп тұрсаңыздар. Сондықтан да осы жігіттерге от души рахмет. Қолдары от души тонды. Мен үшін келген осы 2 жігітке де рахмет. Бір видео сүрек деген екеуі де атқа жасаған жоқ. Давай ет, от души рахмет екеуіне де. Сондықтан да достар, сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде көріскенше аман сау болыңыздар. Паджеро кетті бірінші. Паджеро шықты, все. Ал батыш, оңға. Жарықтық біздің доллар ғой.